Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше оңай жасалатын тағам қаттаманы дайындайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен стаканымызға осылай ыстық суды құйып, үстіне бір қасық тұзымызды салып, бір ас қасық сұйық майымызды құйып араластырып, ыдысымызға саламыз. Содан кейін ұнымызды саламыз. Қандай мөлшерде екенін төменде описание бөліміне жазып кететін боламын. Жақсылап араластырамыз. Мен су ыссы болғандықтан лопаткамен араластырдым, кейін қолмен араластырып жұмсақ қамыр шығардым. Қамырымызды илеп болғаннан кейін дәл осындай видеодағыдай қолға жабыспайтындай болу керек. Оны целлофанға салып, жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Біздің қамырымыз біркелкі болғанша пиязымызды ұсақтап турап, үстіне бір қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін яғни қамырымызды целлофаннан шығарып, оны 5 бөлікке бөліп қоямыз. Әрбір бөлікті жұп-жұқа қылдырып жайып, оның үстіне сарымай, ертілген сарымайды жағып шығып, үстіне пиязымызды салып шығатын боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей қылдырып орап, әдемілеп шығатын боламыз. Ішінде ертілген сармай болғандықтан тез еріп кетеді, сондықтан уықтаудың күшін салмай, жайлап жайып шығатын боламыз. Енді осыны қызып тұрған табаға салып, аздап май қоясыздар, салып алдартын пісіріп аламыз. Айта кететін жайт, қақпағын жабуды ұмытпаңыздар. Біздің қаттамамыз дайын. Сіздермен болған Манар. Егер де видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.